Бәріңе ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Java курсын үйренетін боламыз. Бұл Java курсындағы ең бірінші сабақ. Осы уақытта біздер жай Java мен танысатын боламыз. Бірінші біз public class main деп жазамыз. Print деп жазамыз да ақшаның ішіне жазамыз, және тырнақша болу керек. Тырнақшаға жазамыз мен етті жақсы көремін деп жазып болғаннан кейін жолдың сыртына нүктелі үтір қою маңызды. Жарып көрейік. Аса шығып тұр. Және тағы бір осына енгізетін болса, көріп отырғаныңыздай міне қосылып кетіп отыр. Яғни осы ол өте дәмді деген сөзді келесі жолға шығару үшін біз println'ді қолданатын боламыз. Println'нің көмегімен біз төмен түсірдік. Println'ді қолданбай біз /n'ді қолданып жазсақ та болады. Тырнақшаның ішіне /n'ді қоямыз. Міне көріп отырғаныңыздай келесі жолға түсіріп отыр. Келесі біздің қолданатынымыз println жаза салайық. Println және бізді ала қарай жазуды жылжыту үшін біз /t'ны қолданамыз. /t'мен не жазу осылай ала қарай жылжиды. Және біздің келесі көрсететініміз бұл жерде комментарий жазсақ болады. Коммент деп жазсақ болады. Яғни бұл жерде бұның кодқа ешқандай әсер болмайды. Бұл жай ғана кодқа түсіну. Комментарий пікір деп айтсақ болады. Және комментарийдің келесі бір түрі былай жазсақ болады. бұл коммент. Осы жазуды тырнақшаның ішіне жазу үшін қалай жазамыз? Бұл жерде былай жазамыз. Оны бірінші тырнақша қойдық. Оның ішіне тағы да тырнақша болады. Мен жазу тырнақшаның ішінде жазу үшін алдына 2 қоямыз. Міне жазылды. 362 арнасына тіркеліп коммент жазуды ұмытпа. Бұл бізде ең бірінші Javaдан сабақ болатын. Ары қарай тағы да сабақтар қосатын болады. Сіздерге рахмет.